Қайырлы таң, балалар. Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабағымызды көңілді өлең жолдарынан бастайық. Оқып білім аламыз, біз көңілді баламыз. Әдебиеттік оқу пәнінде тапқыр алғыр боламыз. Жақсы, осындай көңіл күймен сабағымызды жалғастырамыз. Үйден дайындап келген 5 сұрағымызды ұшақ әдісі арқылы тексерейік. Оқушылар, мына суретке қараңдаршы. Бұл суретті көргенде ойларыңа ең бірінші не келді? Осы суретке қарап, бүгінгі тақырыпты анықтап көріңдер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз табиғатты зерттейміз деп аталып, табиғат құбылыстарымен байланысады. Сенің меңгеретінің мәтінді сын тұрғысынан бағалап оқу, кейіпкердің іс-әрекетін бағалау, әңгіме құрастырып мәтінге жаңа сюжет енгізу. Әрине, бұл мақсаттарға жету үшін тапсырмалар орындауымыз керек. Бірінші тапсырма жұптық жұмыс, тыңдалым. Сәйкесін тап. Аудиожазбадағы дыбысты тыңдап, суреттермен сәйкестендір. Жауабыңды тексер. Жақсы. Суреттерден байқасаңдар, құстардың ұялары да бейнеленген. Ол ұялар бірдей орналасқан ба? Не себепті олай орналасқан деп ойлайсыңдар? Жауаптарыңмен келісемін. Осы құстар секілді бозторғай да ұя салады екен. Ол жайлы құмдағы құпия мәтінін оқып білейік. Жұппен жұмыс, оқылым. Екінші тапсырма. Үштік әдісі. Құмдағы құпия. Мәтінді бөліктерге бөліп оқы. Үштік әдісі арқылы бірінші оқушы дауыстап оқып түсіндіреді. Екіншісі тыңдай отырып, қажетті ақпараттарды белгілеп отырады да ой түйеді. Үшіншісі сұрақ құрастырып, екі оқушыға түсіндіреді. Мәтіндегі жаңа сөздермен жұмыс. Селеу, шөптің түрі. Жарайсыңдар. Оқушылар, егер сендерде темір мен бозторғайға кеңес немесе сұрақ қою мүмкіндігі берілсе, не айтар едіңдер? Осы сұрақтың жауаптарын карточкаға жазыңдар. Өздік жұмыс, жазылым, үшінші тапсырма. Кестені толтыр. Жақсы, орындарыңа жайғасыңдар. Сендердің ойларыңша, бозторғайдың кетіп қалуы дұрыс болды ма? Иә, біз бұл әңгімеде тек адамның оқиғасына мәлім болдық. Енді бозторғайдың тарапынан бозторғайдың ұясымен жоғалуы туралы әңгіме құрастырып көрейікші. Топтық жұмыс, айтылым, 4-ші тапсырма. Бозторғайдың ұясымен жоғалуы туралы әңгіме құрастырып, мәтінге жаңа сюжет енгізіңдер. Жақсы оқушылар, енді жалпы мәтін бойынша қорытынды сұрақтарға жауап берейік. Ұжыммен жұмыс, 5-ші тапсырма. Сұрақтарға ойланып жауап бер. Бозторғайдың әрекетінен қандай қорытынды шығардың? Жер қойнауын, өсімдіктерді зерттеу не үшін қажет деп ойлайсыңдар? Ойларыңмен бөліскендеріңе рахмет, оқушылар. Осылайша біз сабақтың соңы қорытынды сәтіне де келдік. Бүгінгі сабағымызға көңіл-күй картасы арқылы кері байланыс жүргізейік. Үйге тапсырма, құстардың ұя салуы туралы оқып, әңгімелеуге дайындал. Бүгінгі сабаққа өте белсенді қатысқандарыңа рахмет, оқушылар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңдар.